өлім жайлы. Қазақ адам өлді демейді, қазақ қайтыс болды деп айтады. Адам қайтыс болды дейді. Неге? Өйткені қазақтың түсінігінде адамның жаны өлмейді. Ол мына бу суға айналып қайта мұхитқа қосылғандай, адамның жаны да адам қайтыс болғаннан кейін өзінің үйіне, мекеніне қайтты деп есептейді. Өлімнің түбі бейіс деп Шәкәрім Құдайбердиев өзінің шығармасында жазған екен. Бейіс деген, бей деген жоқ, немесе нейтральный деген мағына берсе, іс дегеніміз іш деп айтады. Ол бір үлкен бір нәрсенің іші, мысалы. Сонда менің түсінігімде бейіс деген ол ой тоқтатқан бей сана, немесе қазір жоғарғы сана деп айтып жатады. Адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны келесі басқа өлшемге өтеді. Өлім деген ол өлшем. Өлшем және ілім. Яғни адамның жаны басқа өлшемнің іліміне тап болады. Ал енді адам өлгеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін оның жаны өзімен бірге тек қана сана сезімін, психикасын, тазалығын, яғни көзге көрінбейтін өте нәзік әлем деп айтамыз ғой, эмоцияларын, әдетін, бір тілектерін ғана өзімен бірге ала алады екен. Сондықтан менің айтатыным, сен осы өмірде қандай күй кешіп жүрсің, ертең сенде де сондай күйді кешесің. Сол жартас, баяғы жартас, сол жартас болмас үшін қазіргі күні осы жарық дүниеде сен сол психиканды, сол көзге көрінбейтін, өзімен бірге көшіріп алатын дүниелеріңді өзгерт.